Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайып арнасы. Бүгінгі видеода мен тіршіліктің қалай пайда болғаны туралы айтатын боламын. Ғылыми деректер бойынша күн жүйесіне жататын жер ғаламшары бұдан 4,5-5 миллиард бұрын пайда болған. Ертедегі ғылыми деректердің аздығынан тіршіліктің пайда болуы туралы түрлі көзқарастар қалыптасты. Ежелгі грек философы Аристотель бит еттен, қандала жануар шырынынан, шұбалшаң балшықтан пайда болады деген көзқарас ұстанды. Ал грек философының негізін салушы Фалес органикалық дүниенің негізін қоршаған ортадағы әртүрлі заттардан іздеді. Фалес ондай негізгі зат су деп есептеді және содан өздігінен тіршілік пайда болды деген қорытынды жасады. Орта ғасырларда да ғылыми деректердің жинақталуына қарамастан тіршіліктің пайда болуы жайлы түрлі көзқарастар орын алды. 17 ғасырдың орта шетіне дейін тіршілік өздігінен әлі табиғаттан пайда болады деген көзқарасты қолдаушылар көп болды. Кейінгі кезде микроскоптың ашылуына байланысты ағзалардың құрылысы жайындағы деректер нақтылана түсті. Осыған сәйкес тіршіліктің өлі табиғаттан пайда болуынан күмән келтіретін тәжірибелер жасала басталды. Ал бұны Фрэнсис Бэкон міндетті түрде бақылау, эксперимент жасап зерттеуді ұсынды. Осы сынасы арқылы түрлі діни сенімге батыл қарсы шықты. Ғалымның эксперимент жасап алынған деректерді талдап салыстыру керек деген көзқарасы жаратылыстану ғылымының дамуына ерекше әсер етті. Ал бұны Франческо Реди былай түсіндірді. Тәжірибе жасап тіршілік өздігінен пайда болады деген теорияға қарсы шықты. Ол 1665 жылғы 4 ыдысқа ет салып, оны ашып қойды да келесі 4 ыдыстағы еттің бетін дәкемен жапты. Беті ашық ыдыстарға шыбын жұмыртқа салғандықтан шыбындар өсіп шықты, ал беті дәкемен жабылмаған ыдыстардан шыбын шыққан жоқ. Бүгінгі видео жердің қалай пайда болғаны туралы болды. Видеоны лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңырау шалуын басыңыз. Сау болыңыздар достар, келесі кездескенше.